Жамбыл облысы Жуалы ауданы нөмір 19 Ділмұхаммед Қонаев атындағы мектеп гимназиясының көркемеңбек пәнінің мұғалімі Асанов Серікбек Естемесұлы. Сабағымыздың тақырыбы сәнді қолтаңбалы өнер, негізгі пішіндері мен ерекшеліктері, Қазақстан халқының сәнді қолтаңбалы өнері. Осы өзіміздің күнделікті көріп жүрген өнеріміздің бірі. Оқу мақсаты әлемде және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қол өнері мен дизайн туындылардың ерекшеліктерін анықтау және зерделеу. Сабақтың мақсаты сәнді қолтаңбалы өнер туралы мәліметтер алады, қандай түрлері бар екендігін түсінеді, ұлттық бұйымдарды зерделейді. Бағалау критерийлері әлемде және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер түрлерін анықтайды. Дескриптер АКТ ақпараттарын қолдану арқылы құрал жабдықтарды тиімді пайдалану. Қазақтың сәнді қолтаңбалы өнерінің түрлері төртке бөлінеді. Өзіміздің күнделікте өз өмірде кездесіп жүрген әртүрлі сыйлықтардың бірі сәнді қолтаңбалы өнер. Сәнді қолтаңбалы өнер, тұрмыстық өнер, сыйлық өнері, шаруашылық өнері. Шаруашылық өнеріне тас өңдеу, темір өңдеу, еңбек құрал жабдықтар, құрал саймандар жатады. Сыйлық өнеріне сүйекпен, мүйізден, қашау, ағаштан, терден жасалған тұрмыстық бұйымдарға киіз бұйымдары, ұлттық киімдер, төсек жабдықтары. Сәндік өнер, ою-өрнектер, бұйымдар, ұлттық қолөнерлер салт дәстүрімізді жетілдіріп, мәдениетіміздің озық жетістігін көрсетуде. Халық өнеріне бай мұраларын сипаттай отырып, заманымызға сай сапа, түр беру әдісін олардың әрі дамыту, оның бүгінгі ұрпаққа меңгеруін игілікке осы жағына ұлттық қолөнер тәрбие тағылымы мүмкіндігін жоғары, өйткені ұрпақ тәрбиесінде кешенді түрде әсер етеді. Мынау ою-өрнек өнері, ұлттық киімдерімізде бар, тұмарымыз бар, қапсырма, кебеже, мынау жер кесе, дорба. Қазіргі кезде қолөнер қарқын дамып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Ғасырлар бойы қалыптасқан пішіндері мен тәсілдердің бай мұрасы негізінде шеберлер қазіргі заманға сюжетінде композиция элементтерін көрсететін ағаштар, металдар, керамика, киізден жасалған ерекше бұйымдар. Астыртында өздерін көріп отқандай қамшының түрлері әр түрі көрсетілген. Мына суретте күнделікті өмірде кездесіп жүрген торсық, кесе, ер, қобыз, домбыра, қамшының түрі және ою қасында тұрған. Күміс белдік немесе кесе белдік деп аталады. Әр түрлі фигуралар болып келген күміс немесе күмістелген металдан соғылған айылбас қондырылған қайыс белбеулер ер адамның киіміне сән арттыруында дау жоқ. Ер тоқым салт атқа мініп жүруге лайықты жабдықтардың бір түрі. Адамның атқа мініп түсуі мен атқа ер салу мұқтаждығы қашаннан басталғанын белгісіз. Қазақстан жерінде жартастар беттерінде ер тоқымды ат суреттері кездеседі. Соның ішінде тура сызды суреттер, бедер сызықты суреттер бар. Бұл ерте заманда ер тоқымды пайдаланған дерек береді. Ер тоқымды көне заманда көшпенділердің дамытқан өнер туындысының бірі деуге болады. Солтүстік Қазақстан, солтүстік және орталық Қазақстанда маржан мен перузадан ірі көз орнатылған үкаяқ деп аталатын тұмар. Мен не түсіндім, нені білдім, не үйренгім келеді. Үйге тапсырма, сәндік бұйымдарды жасап болғаннан кейін жерде маған жібересіңдер. Сау болыңдар балалар.